Сәлем достар, бүгін сіздермен гүл мантының рецебімен бөлісетін боламын. 4 картошка, 2 пияз, аз-маз фарш, тұз саламыз, қара бұрыш саламыз. Үстіне 2 қасық май қосамыз, пісте майы. Оны жақсылап араластырамыз. Фаршымыз дайын. Қамырымызға 1 жұмыртқа, су, тұз қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып, жаямыз. Міне жайылған қамырымыз. Жайылған қамырға май жағып шығамыз ішіне. Майды жағып болып, осылайша кесеміз. Міне кесіп, арасына фарш салып шығамыз осылардың ішіне. Міне фарш саламыз. Енді 2 бүктеп ораймыз. Міне дайын. Осылайша істеп шығамыз бәрін. Дайын болған мантымызды мантаваркаға демлеп теріп шығамыз. 45 минутта піседі. Дайын болды біздің мантымыз. Жасап көріңіздер, әдемі, өте оңай, тез, дәмді болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз, мен подлива жағып шықтым. Міне дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.